Сабақтың тақырыбы Шахмет Құсайыновтың өмірі мен шығармашылығы. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларға Шахмет Құсайыновтың өмірі мен шығармашылығы жайлы мағлұмат беру, еңбектері жайлы білімдерін дамыту, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Биыл белгілі өнер қайраткері, жазушы, ұлттық драматургия жанрының өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан жандардың бірі Шахмет Құсайыновтың туғанына 115 жыл. Шахмет Құсайынов әдебиетіміздің алтын қорына өзінің мол мұрасын қалдырды. Бүгінде оның ғажап туындылары ұрпақтан ұрпаққа жетіп, құндылығын жоймай келеді. Шахмет Құсайынов 1928 жылы «Солқылдақ шыбық» атты алғашқы сатиралық комедиясын жазды. Одан басқа «Шабуыл», «Орақ үсті», «Шолпан», «Алдар көсе» сияқты пьесаларын жазған. Соғыстан кейінгі жылдары «Амангелді», «Көктемгі самал», «Еркежан», «Ертіс жағасында» және тағы да басқа пьесаларын көпшілікке ұсынды. Тәуелсіздік алғаннан кейін Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театрына Шахмет Құсайыновтың аты берілді. Қазақтың өнері үшін жаралған бұл тұлғалар туралы сөз етпеген ақын, жазбаған жазушы жоқ. Еліміздің бүкіл театрында осы өнер иелері туралы қойылым бар. 1996 жылы Көкшетау қаласында ашылған Шахмет Құсайынов атындағы театрдың шымылдығы Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты спектаклімен ашылды. Көкшетауда қазақ театры еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін қиын кезеңдерде құрылды. Ал орыс драма театры 1977 жылы ашылған. Ол жылдары қазақтың өнер ордасын ашу сөз болмағанда, оның үстіне облыста қазақ саны аз, көбі өзге ұлттың өкілі. Тек егемендікке ие болғаннан кейін Қазақстанның солтүстік өңірлерінде қазақ театрлары ашыла бастады. Көкшетау алғашқылардың бірі болды. Ол кезде мен Алматыда жүргем. Жақып Омаров деген марқұм сол кісі келіп, мұнда мені алып келді. Әкімшілікке көрсетіп, осы кісі мына жігіт осы театрды ашады, мен осыған сенемін. 95 жылы 1 қаңтардан бастап кірісіп кетті. 2 айдан кейін Рахила Машурованың курсы бітіріп атқан. Солармен барып сөйлесіп, бүкіл курсты, сонан кейін Тасболат Омаровтың 1 жылға алған, бірақ оларды аяқтатпай, сол жақты как практика ретінде едіп, оларды қосып жіберді. 95 жылы жазды олар келді. Содан бастап дайындала бастадық. 96-ның 6 наурызында Жақып Омаров бұл кісіге айттым, өзіңіз жаққа еліңізде бір спектакль қойыңыз деп, Ақан сері Ақтоқтыны сол кісі ең бірінші шымылдығын сол Ақан сері Ақтоқтымен ашты. Сол кісінің қойылымында. Жаңа балалардың бәрі соған бір 5-6 ай дайындалып, сол кісінің үлкен бір тәжірибе. Жарты жыл деп айтуға болады. Жарты жыл сол кісінің үлкен бір тренингінен өтті. Театрға жаңа ғимарат 2004 жылы берілді. Оған дейін өзгенің жерін пан етті. Бұл қиындық талантты жастардан құралған ұжымның еңсесін түсірген жоқ. Керісінше, олардың жұдырықтай болып жұмылуына сеп болды. Соның арқасында қазір театр ерекше қойылымдарымен елімізге ғана емес, сыртқа да танымал болды. Қазір театрда 120 қызметкер бар, оның 30-ға жуығы әртіс. Бәрі өңірге танымал өнерпаздар. Өнер ордасындағы өндірістік техникалық шеберханалардың сапасы да бүкіл шығармашылық жұмыста үлкен рөл атқарады. Бұл тұрғыда Көкшетау театры озып тұр. Шахмет ғажайып адам еді, деуден бірде айныған емеспін. Ғабиден Мұстафин. 20 ғасырдың басынан бастап алған қазақ драматургия жанрының қазіргі таңда әлемдік деңгейде дамып келеді. Соның ішінде тұтас әдебиеттің дамуына Шахмет Құсайынов елеулі үлес қоса отырып, әсіресе тарихи тақырыптар мен бүгінгі күннің мәселесін сөз қозғауда батыл қадам жасады.